Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарақат қосылған чизкейк дайындаймын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майға 2 ас қасық қант қосып араластырып аламыз. Одан кейін ұнды, жұмыртқаны және қопсытқыш қосып қамыр илеп аламыз. Қамырды қолымызбен илейміз. Илеп болғаннан кейін бетін жауып 30 минуттай бұқтырып қоямыз. Құрамына қажетті заттардың мөлшерін видеоның астында описание бөлімінде қалдырып қоямын. Енді чизкейктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін творогқа қант және қаймақ, бір ас қасық манка қосып блендермен әбден араластырамыз. Каналымның дамуына үлес қосып, салған видеоларыма лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Блендермен әбден езіп аламыз. Ең соңында қарақатты қосып, тағы да араластырып жібереміз. Міне осындай әдемі түске енді формаға пергамент қағазын төсеп, қамырды қолымызбен жайып шығамыз. Шетіне бортик жасаймыз және әдемілік үшін бірдей қылып, шетін түзулеп шығамыз. Ортасынан шанышқымен кесіп қоямыз. Салмасын саламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Міне қарақат қосылған чизкейк дайын болды. Бөлме температурасында суығаннан кейін холодильникте 3-4 сағатқа салып қоямыз. Чизкейк өте дәмді болып шықты. Видео ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.